Сәлем достар, бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз персоналды басқару, яғни медициналық қызметкерлер құзыреттері. Сонымен медициналық қызметінің сапасы мен қауіпсіздігі, яғни көп жағдайда жақсы дайындалған медицина қызметкерлерінің үйлесімділігі жұмысына байланысты және де осы әртүрлі бейімдегі медициналық мекемелердің, яғни штаттық қасиеттері мен осы көмек көрсету тәртібімен айқындалып келген. Менеджердің міндетті ұйымының осы кадрлық әлеуетін барынша тиімді пайдалану. Басқаша айтқанда, осы персоналды басқару деп айтамыз. Персоналды басқаруға жеке тоқталатын болсақ, бұл ұйымда өзіне жүктелген еңбек, яғни функцияларын орындауға және оларды оңтайлы пайдалануға қабілетті жоғары, осы сапалы дайындалған кадрлармен қамтамасыз етуге бағытталған осы білім және практикалық қызметтің саласын айтамыз. Персоналды басқару жүйесінің негізгі компоненттері олар кадрларды таңдау және бейімдеу. Екінші, персоналмен жедел жұмыс және оның ішінде оқыту және дамыту жатады. Үшінші, персоналды жедел бағалау. Төртінші, осы жұмысты ұйымдастыру және де іскерлік коммуникацияларды осы басқару, мотивация, яғни жүйесін пайдалану. Соның ішінде материалдық және материалдық емес ынталандыруды қолдануды айтамыз. Бесінші, персоналмен, яғни стратегиялық жұмыс жүргізу. Оның ішінде менеджерлермен резервін оқыту тәсілдері. Медициналық қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық персоналдық қатысу дәрежесіне байланысты. Ол медбикеден бастап бас дәрігерге дейінгі және көп салалы осы ұжымда жұмыс істей білетін және жұмысшылардың жоғары біліктілігі мен өнімділік тәртібі ғана емес, сонымен қатар осы олардың кәсіби құзыреттілік медициналық көмек көрсету үшін қажетті кәсіби білімділердің осы дағдылардың болуы, олардың нақты және оның ішінде манипуляцияларды орындаудың, яғни клиникалық хаттамалары мен осы алгоритмдерін пайдаланудың осы кезінде соларды қолдану, яғни қабілеті ретінде анықталады. Кәсіби маңызды жеке қасиеттері олар тәртіп, ұқыптылық, осылар жатады. Персоналды басқарудың күрделі процесі ретінде құзыреттерге сәйкес әдістеме бірнеше дәйекті жүзеге асырылатын осы тәжірибелерді қолданылады. Олар ең бірінші негізгі құзыреттерді анықтау, осы барлық қызметкерлерді болуы керек. Мысалы, жақсы қарым-қатынас дағдылары жатқызсақ болады. Екінші, мамандандырылған осы құзыреттерді анықтау, ондағы яғни нақты лауазымдарда, яғни осы жұмыс істеу немесе осы белгілі бір міндеттерді орындау үшін қажетті құзыреттер. Үшінші, ол құзыреттік бейімдерін әзірлеу, нақты лауазымда немесе нақты бір бөлімшеде жұмыс істейтін осы қызметкерде болуы тиіс. Өйткені осы мамандандырылған құзыреттердің тізбесі болады осында. Төртінші, қызметкерлердің әртүрлі санаттары үшін осы құзыреттерді меңгеру деңгейлерін келісу болып табылады. Мысал айтатын болсақ, дәрігер ординатордан бастап емделуші дәрігерге дейін, сондай-ақ жаңа деңгейге өту ережелері бар. Медициналық осы ұйымның персоналды құзыреті бойынша осы әзірлемелері, яғни барлық қызметкерлердің назарына жеткізілуі маңызды. Болашақта осы модель мен құзыреттілік профильдері осы қызметкерлерді жұмысын бағалау үшін пайдалануы мүмкін.
Осымен осы персоналды басқару бірінші тақырыбымыз осымен аяқталды. Сіздер мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Достар, егер ұнап жатса, менің түсіндіргенім өзімнің жеке ойым, яғни осылай жеткізген жеңіл түрде айтып отырмын. Сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, ұнаса, жүрекшені басып кетсеңіздер болады. Рахмет.